Әлеуметтік желіде Шешенстанның бір мешітінен қазақты көрген шешен ақсақалының көзіне жас алып, ағыл-тегіл әңгімесін айтқан видеосы бәріміздің есімізде. Қуғын-сүргін жылдарында Қазақстанға сүргін етілген қаншама халықты бауырына басқан қазақ халқының дархандығы әлі күнге дейін өзге ұлттар тарапынан тебіреніспен сөз етіледі. Шешендерден біреу сол қуғын-сүргінде аштықтан қиналып, амалсыз бір қазақтың қорасына қойырлауға түседі. Мұның бәрін үйдің иесі көріп тұрады. Алайда үндемейді. Керісінше, мұқтаж жандар болса, қиналмай қажетін алсын деген ізгі ниетпен келесі түні қораның есігін әдейі ашық қалдырады. Міне, осы оқиға шешен ақсақалының көңіліне өшпестей із қалдырған, қазақты көрсе, еріксіз көз жасына ерік беретіндей естелікке айналған. Толеранттылықтың қазақстандық үлгісі деп осыны айтса керек. Өзіміздің слоганымыз бар ғой, мемлекетіміздің. Біз әртүрліміз, бірақ біз бәріміз бір дейміз де. Нақты ұлт құрушы ұлт болып табылатын қазақ ұлтының жанынан топтасып, бір мемлекет қалыптастыру ретіндегі үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ал бұл жердегі әрине сөзсіз толеранттылықтың өзінің нақты рөлі бар екені біз бәріміз жақсы білеміз. Түріктің жетім қалған баласын бауырына басқан қазақтың оқиғасы жайлы өксік қысып әрең айтқан түріктің видеосында көзіңе жас алмай көру мүмкін емес. Иә, өздеріңіз көргендей қазақ халқы жылағанның жасын сүртті, төрден орын беріп алдына ас қойды. Діні мен ұлтына қарамай бауырына баса білді. Міне, қазақтың осындай дархандығының арқасында бәлкім Құдайда әлемде жер көлемі жағынан 9-шы орын алатын дарханды да нәсіп еткен. Бұл да толеранттылықтың қазақстандық үлгісі емей немене. Кең бол, кең болсаң, кем болмайсың деген қазақтың осындай толеранттылығы барша әлемге үлгі десек, артық айтқандығымыз емес.